بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شيخ رحمه الله تعالى кеше ғибадаттың анықтамасын айтқан еді. Бүгін ғибадаттың түрлеріне кіріседі. Шейх айтады: "Ва фил хадиси мухуха الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه وذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك." Айтады, сол құлшылықтың ең өзегі, ең негізгісі дұға дейді. Содан кейін хадисте келгендей. Содан кейін сол құлшылықтың түрлерінен қорқу, тәуекел ету, үміт ету дейді. Рохба, яғни қатты қорқу, және қатты үміттену, хушу, яғни хушу деген сол жүректің тітіркену, хошия деген Аллахтың сол қорқыныштың бір түрі болды. Инаба, тәубе қылу, худу, бойсыну, истиана, көмек сұрау, истиаза, пана тілеу, истиғоса, қиыншылықта пана тілеу, аззабх, яғни құрбандық шалу, ан-назр, назар ету. Осылардың түгел құлшылықтың түрлері, соны сен түсінсең тура жолға түсесің деп айтады шейх рахималлаху тағала. Шейх ғибадаттың анықтамасын бергеннен кейін ғибадаттың түрлерін зікір етті. Соның ішінде ғибадаттың ең маңыздысы дұға деп айтты. Соның ең маңыздысы дұға деп айтты. Және де хадисте келген сөзді келтірді. Ва фил хадиси мухуха ад-дуа деп айтты. Хадисте келгендей ғибадаттың ең өзегі, ең бастысы, ең маңыздысы дұға деп айтқан. Және де бұл хадис пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: ад-дуау мухул ибада. Расында дұға ғибадаттың өзегі, ең негізгісі деп айтады. Бірақ алайда бұл хадис даиф хадис болып есептеледі. Бұл хадис даиф болып хадис есептеледі. Бірақ басқа хадис жинақтарында осы хадиске ұқсаған сахих хадис келеді. Бұл хадисті имам Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи және де басқаларда шығарған сахих снадпен оны имам Науауи, Ибн Касир және шейх Альбани басқаларда оны сахих деп айтқан. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады: ад-дуау хуал ибада деп айтады. Расында дұға ол ғибадат деп айтады. Расында дұға ол ғибадат. Және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям олай айтуының себебі ғибадаттың ең маңыздысы және де ең әуелгісі және де ең негізгісі бұл дұға екен. Дәлме-дәл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям аль-хаджу арафа деп айтқан сияқты. Расында қажылық бұл арафада тұру. Неге? Себебі қажылық арафада тұрмаса, адам үлгермесе тұрмай қалып, оның қажылығы есептелмей қалады. Дәл сол сияқты кімде-кім жаңағыдай дұға да дәл солай. Ғибадат пен дұғаның байланысы дәл осындай. Сондықтан қараңыз, ғалымдар, мысалы Ибн Малик рахималлаху тағала осы хадисті түсіндіре отыра, ад-дуа хуал ибада деген хадисті түсіндірген кезде, өзінің Шархул Масабих кітабының 3-ші томында 72-ші бетінде айтады: "Лианна ал-мақсуд ал-аъзам мин ал-ибада ал-иқбалу алейхи тағала вал-иъраду амма сиваху" деп айтады. Себебі ғибадаттан талап етілетін ең ұлы мақсат ол адамның Аллахқа бет бұруы және де Аллахтан басқа біреуден бұрылуы. Аллахтан басқа біреуден бұрылу. Бихайсу ла юрджа ва ла юхафу илля ияху. Яғни адам тек қана Аллахқа үміт етіп, Аллахтан қорқу керек дейді. Уад-дуа ла янфакку ан хазихил маани фажаалаху алейхи салату вассалам нафсал ибада деп тұр. Ал дұға болатын болса, дұғаның ішінде мына мағыналардың түгелі бар. Яғни үміт ету, қорқу, Аллахқа қарай жаңағы иқбал, яғни Аллахқа қарай бет бұру, басқа нәрселерден керісінше бұрылу. Дұға соның түгелін қамтығандықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям дұғаны ғибадат деп атады деп тұр. Мулла Али-Қари, ханафи ғалымдардың бірі, Мулла Али-Қари бұны түсіндірген кезде, осы хадисті түсіндірген кезде, және де бұл хадиспен Аллах субханаху ва тағаланың инна лазина ястакбируна ан ибадати сайадхулуна джаханнама дахирин деген аяттың байланысын айта отыра, яғни расында менің ғибадатымнан, менің құлшылығымнан тәкаппарланатындар жәннатқа төмен, жаханнамға төмен болып, төмен күйде кіреді деп айтады Алла субханаху тағала. Осы аятпен мана хадисін ад-дуа хуал ибада, яғни дуа ол ғибадат хадисін түсіндірген кезде Мулла Али-Қари айтады:
أي العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه دي، بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه، قائما بوجوب العبودية، معترفا بحق الربوبية، عالما بنعمة الإيجاد، طالبا لمدد الإمداد على وفق المراد وتوفيق الإسعاد تبتر. неге деп айтады? Себебі ақиқи ғибадат типтір, Мулла Али Қори, бұл ақиқи ғибадат, бұл дұға деп тұр. Шынайы ақиқи ғибадат бұл дұға деп тұр. Неге? Себебі бұл дұға расында ғибадат деп аталуға лайықты. Неге? Себебі бұл дұғаның ішінде қандай мағыналар, дұға қандай мағыналар қамтиды? Адам дұға жасаған кезде Аллахқа қалай тартынады, басқа нәрселерден бет бұрады деп тұр. Және де Аллахқа ғана үміт етіп, Аллахтан ғана қорқады деп тұр. Және де оны жасаған кезде құлшылықты, яғни парыз құлшылығын орындап жасайды. Және де Аллахтың рубуби сипаттарын, яғни жарату, ризық беру, нығметтерді беру, жаңағындай зиян келтіру, пайда беру деген рубуби сипаттарын сезініп жасайды адам ол нәрсені деп тұр. Алиман би ниъматил иджад. Алла субханаху тағала адамды жаратқан иесі Аллах екенін біле, сезе отыра құлшылық қылады дейді. Және де Аллахтан көмек сұрайды, және де Алла субханаху тағаладан тауфиқ сұрайды деп айтады. Сондықтан бұл хадистің мағынасы осындай деп тұр. Сондықтан бұл хадистің мағынасы осындай. Неге пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям дуаны ғибадат деп айтты? Себебі дұға осындай мағыналарды қамтығандықтан деп Мулла Али Қори Ханафи ғалымы айтады. Ол өзінің кітабында Мирқатул Мафатих кітабының 4-ші томында 1527 бетінде айтады. Енді дұға дегеніміз дұғаның анықтамасы, яғни бүгін біз дұға туралы сөйлесеміз толығымен. Дұғаның анықтамасына келген кезде ол жалпы тілдік мағынасы ол сұрау және де талап ету. Тілдік мағынасы сұрау және де талап ету. Ал шариғаттағы мағынасы адам Алла субханаху ва тағаладан, яғни адам Алла субханаху ва тағаладан өзіне пайда алып келіп және де пайда алып келетін нәрсені сұрау және де зиянды басынан жаңағыдай алып тастауды сұрау деп айтады ғалымдар. Және де бұл дұғаның ішінде көптеген ғалымдар айтады, бұл дұғаның ішінде жаңағындай не мағыналары бар? Адам Аллахқа бой ұсынып жатыр және де Аллахқа мұқтажылығын сезіну деген мағынасы болады дұғаның ішінде. Сондықтан Хафиз аль-Хаттаби рахималлаху тағала, бұл кісі 388 жылы қайтыс болған, яғни хадистердің ең алғашқы шарықтарын жазған адам осы кісі рахималлах. Өзінің Ша'ну дуа кітабының 4-ші бетінде айтады, мағана дуа, дұғаның мағынасы дейді, истидаул абди роббаху ал-инаята ва истимдадаху ияхи ал-мауна деп тұр. Дұғаның мағынасы пенденің өзінің Раббысынан не көмегін сұрау деп тұр. Және де оған деген қазақша забота қалай болады? Қамқорлығын сұрау. Ва хақиқатуху изхарул ифтиқари илейхи. Және дұғаның шынайы мағынасы адам өзінің Аллахқа мұқтажылығын көрсету деп тұр. Шынайы мағынасы Аллахқа мұқтаж екендігін көрсету. Ва табарру минал хаули вал қуа. Және де өзінің күш қуатының ешқандай жеткіліксіз екендігін түсіну. Осы нәрсені қамтиды дұға. Ва хуа симатул убудия. Ал манағы сипаттар болатын болса, яғни өзінің Аллахқа мұқтаждылығын білдірту, және өзінің күш қуатының жеткіліксіз екендігін мойындау, бұл расында құлшылықтың бір белгісі деп тұр. Яғни адам өзінің құл екенін сезінуінің белгісі деп тұр. Вастишару зуллил башария. Және өзінің төменділігін сезіну бар дұғаның ішінде деп тұр. Ва фихи ма'на санаи алаллахи ва идафатил джуди вал карами илейхи. Және де бұның ішінде Аллахты мадақтау бар дұғаны. Сен Аллахты сұрап жатқан кезде сен Аллах субханаху тағаланың кемел екендігін түсіндірсін, саған бере алатындығын түсіндірсін. Ол мадақтауды қамтиды деп тұр. Және де Аллахтың жаңағындай күш құдірет иесі және жомарт екендігін бекіту бар деп Хаттаби осылайша бітіреді. Және де бұл дұғаның дәлелдеріне келетін болсақ, яғни дұғаның құлшылық екендігіне дәлел, біз алдыңғы сабақта айтқанда бұл құлшылық Аллах жақсы көріп, Аллах разы болатын нәрселер. Алла субханаху тағала бір нәрсені жақсы көрсе, ол бұйырады, немесе соған не сауап бар деп айтады. Сондықтан аяттарды қарайтын болсақ, Аллах табарака ва тағаланың алды деп айтады: "Ва қала раббукум удуни астажиб лакум, иннал лазина ястакбируна ан ибадати сайадхулуна джаханнама дахирин" деп тұр. Сендердің Раббыларың айтты дейді. Удуни, менен дұға сұраңдар деп тұр. Астажиб лакум, мен сендерге сол кезде жауап беремін дейді. Иннал лазина ястакбируна ан ибадати сайадхулуна джаханнама дахирин. Маған құлшылық қылудан тәкаппарланғандар тозақ отына төмен түрде
кіреді деп Алла субханала тағала айтады. Яғни бұл аятта да Алла субханала тағала дұғаны ғибадат деп атап тұр. Иә? Деп тұр. Басында, аяттың басында удуни деді, дұға қылыңдар деді. Соңында не? Кімде-кім маған құлшылық қылудан бас тартса деп тұр Алла субханала тағала. Тәкаппарланса деп тұр. Басқа аятта айтады: "Ва ида саалака ибади анни фа инни қариб уджибу даъватад даи иза даан" деп тұр. Егерде менің пенделерім мен туралы сұрайтын болса, ей Мұхаммад сенен, фа инни қариб, мен жақынмын деп. Уджибу даъватад даи иза даан. Және әрбір дұға қылған адамның сұрауларын, тілектерін мен орындаймын деп тұр Алла субханала тағала. Басқа аятта айтады: ومن يدعو من دون الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون деп тұр. Аллахтан басқа құдайдан кімде-кім дұға сұрайтын болса, және де бұл нәрсеге оның ешқандай бір дәлелі жоқ дейді. Ешқандай дәлелі болу мүмкін де емес деп тұр. Оның есеп хисабы Раббысында деп тұр. Және де Аллахқа күпір еткендер, сенбегендер жеңістікке жетпейді деп Алла субханала тағала осы аятта айтады екен. Басқа аятта айтады: "Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин қитмир ин тад'уухум ла ясмау дуаакум ва лау самиу мастажабу лакум ва яумал қиямати якфуруна биширкикум ва ла юнаббиука мислу хабир" деп тұр. Сендер Аллахтан басқа дұға қылып жүрген, сұрап жүрген нәрселерін түгелі ма ямликуна мин қитмир дейді. Яғни жаңағындай құрма дәнінің сыртында тұрған мынандай жаңағындай сыртында тұратын пленка деп айтады. Қазақша қалай? Қабығын да мүлк кетпейді, иелік кетпейді деп тұр. Сендер дұға жасап жүрген нәрселердің ешқайсысы осындай нәрсені де мүлк кетпейді деп тұр. Сендер оларға дұға қылсаңдар, олар сендердің дұғаларыңды естімейді. Жарайды, естиді деп айтсақ та, жауап бере алмайды деп тұр. Ал қиямет күні олар сендердің ширктарыңнан бас тартады деп тұр. Сендердің жасап жатқан ширктарынан бас тартады. Және де саған осындай нәрсені Аллах сияқты білуші ғана айтып бере алады деп тұр Алла субханала тағала. Осы жерде Алла субханала тағала нағыл деп тұр: Аллахтан басқа біреуден дұға, тілек сұрауды ширк деп атап тұр. Ширк деп атап тұр. Аллахпен бірге құлшылығында серік қосу деп атап тұр. Басқа аятта Алла субханала тағала айтады: "Уд'у раббакум тадарруан ва хуфиятан иннаху ла юхиббул му'тадин" деп тұр. Раббыларыңды жалбарына тұра, Раббыларыңнан жалбарына тұра дұға қылыңдар деп тұр. Және де хуфиятан, жасырын түрде қылыңдар деп тұр. Расында Аллах шектен шығатындарды жақсы көрмейді дейді. Осы аяттардың түгел, және онда аяттар өте көп, осы аяттардың түгелдерінде қандай нәрсе келген? Алла субханала тағала дұғаға бұйырған. Ал Аллах бір нәрсеге бұйыратын болса, Алла субханала тағала оны жақсы көреді деген сөз. Және де бұл аятта Алла субханала тағала дұғаны құлшылық деп атаған. Бұл деген сөз дұға құлшылықтың бір түрі екен. Сондықтан оны Аллахтан басқа ешкімге арнауға болмайды. Бұл аяттарда Алла субханала тағала дұғаны Аллахтан басқа біреуге арнаған адамға тозақ отымен қорқытқан. Ол деген сөз дұғаны Аллахтан басқа біреуге арнауға болмайтындығына дәлел. Бұл аяттарда Алла субханала тағала дұғаны Аллахтан басқа біреуге арнауды ширк деп атаған. Және де бұл аяттарда Алла субханала тағала дұға жасау иманның бір белгісі, және сол аяттар дұға жасау иманның бір белгісі екендігіне дәлел бар. Енді дұғаның түрлеріне келетін болсақ, дұға екі түрлі болады: дуау әл-мәсәлә ва дуау әл-ибада. Бұны көптеген ғалымдар айтады, соның ішінде Шейхул-Ислам ибн Таймия, Ибн Қойым, және де тіпті ханафи ғалымдары да оны айтады екен. Дуау әл-мәсәлә дегенде ол сұрау дұғасы. Яғни адам кәдімгі қолын көтеріп Алла субханала тағаладан сұрайтын дұғасы. Кәдімгі келіп: "Ей Аллах, мен кешіре көр, ей Аллах, маған ризық бере көр, ей Аллах, маған өмірімді ұзарта көр" деп айту, ол дуау әл-мәсәлә, яғни сұрау дұғасы деп айтады. Және дұғаның екінші түрі ол дуау әл-ибада, құлшылық дұғасы. Ол не деген сөз? Әрбір құлшылық дұға мағынасын қамтиды деген сөз. Неге? Себебі құлшылық қылушы адам, ғибадат, мысалы намаз оқитын адам, ораза ұстайтын адам, немесе қажылық жасайтын адам, умраға келетін адам, өзінің іс қимылымен Алла субханала тағаладан бір мейірімділігін талап етіп отқан сияқты. Алла субханала тағаладан күнәларын кешірілуін талап етіп отқан сияқты. Алла субханала тағаладан ол тілмен айтпаса да өзінің осы іс амалдарымен сол нәрсені Аллахтан талап етіп жатыр. Сондықтан әрбір ғибадат бұл дұға мағынасын қамтиды екен. Сондықтан мысалы Ибн Жарир рахматуллахи алейхи
яғни одан да басқа муфассир ғалымдар және де басқа ғұламалар дұғаны кейде Алла субхана тағала дұға деп айтқан нәрсені ғибадат деп тәпсірлейтін болған. Мысалы қараңыз, бір мысал ғана, Алла субхана тағала айтады: "Фадуллаха мухлисина лахуддин". Сондықтан Аллахқа дұға қылыңдар, яғни тікелей аударма, Аллахтан дұға қылыңдар, діндеріңізді тазартып, яғни ширктен тазартып деп тұр, иә. Ибн Жарир осыны түсіндірген кезде, тәфсір берген кезде нағыл деп айтады. Ибн Жарир ат-Табари 310 жылға қайтыс болған, рахималлаху тағала. Және бұның тәфсирі бүкіл муфассирлар оралатын тәфсир, ең негізгі тәфсир болып есептеледі. Ол кісі айтады: "Фа'будуллаха айюхал муъминуна лаху мухлисина лаху туа, гайра мушрикина бихи шей'ан мимма дунаху" деп тұр. Қараңыз, удуу, дұға қылыңдар деген сөзді қалай тәфсірлеп тұр? Аллахқа құлшылық қылыңдар деп тұр. Ей момындар, Аллахқа құлшылық қылыңдар. Және де сол құлшылықты тек оған ғана арнаңдар. Және де ол құлшылықта Аллахтан басқа ешкімге серік қоспаңдар деп Ибн Жарир рахималлаху тағала айтып тұр екен. Енді осы дұғаның екі түрінің байланысы қалай деп айтатын болсақ, яғни дуаул мас'ала, сұрау дұғасы мен дуаул ибада, ғибадат дұғасының байланысы қандай дейтін болсақ, ғалымдар айтады, сол Ибн Таймия рахималлаху тағала өзінің біраз кітаптарында, Убудия кітабында және де Юнустың дұғасын тәпсірлеген кітабында да айтады. Яғни жаңағындай киттің ішінде отырып айтатын дұғасын тәпсірлеген кітапта айтады. Айтады: "Дуаул мас'ала мусталзимун ли дуаил ибада" деп тұр. Яғни сұрау дұғасы ғибадат дұғасын талап етеді, өзінің ішінде соны талап етеді. Ол не деген сөз? Қалай түсінеміз осы сөзді? Адам дұға қылып жатқан кезде, Алла субхана тағала сұрап жатқан кезде, манағы Мула Аль-Қари, басқа ғалымдар айтқандай, Хаттаби айтқандай, адам Аллахтан дұға сұрап жатқан кезде, оның жүрегі Алла субхана тағалаға бет бұрады. Оның жүрегі Алла субхана тағала үміт етеді. Оның жүрегі Алла субхана тағаладан қорқады. Яғни дұға құлшылығы, сұрау құлшылығы осындай жүрек құлшылықтарын одан талап етіп жатыр да. Ықыласты талап етеді. Алла субхана тағала рубубия сипаттарын бекітуді талап етеді. Сондықтан бұл сұрау осындай жүрек амалдарын талап еткендіктен біздер нағыл деп айтамыз, сұрау дұғасы, ғибадат дұғасын, манағындай ғибадаттың түрлерін бізден талап етеді екен. Бұл бірінші байланыстың бірінші түрі. Екінші байланыстың түрі дуаул ибада мутадомминун ли дуаил мас'ала деп тұр. Ғибадат дұғасы өзінің ішінде талап ету, сұрау дұғасын қамтиды дейді. Ол манаға айтқандай. Әрбір ғибадат жасаушы, әрбір ғибадат жасап жатқан адам өзінің осы іс-қимылдарымен Алла субхана тағаланы жаннат үміт етеді. Алла субхана сұрап жатқан сияқты. Іс-амалмен сұрап жатқан сияқты. Немесе Алла субхана тағаланы тозағынан пана тілеп жатқан осы амалдармен сол нәрсені көрсетіп жатыр. Сондықтан осы екі дұғаның байланысы осындай екен. Және де екеуі бір-бірімен өте тығыз байланысты, екеуі бір-бірінсіз жүре алмайды. Енді бізде кейбір бауырлар, мұсылмандар қателесу мүмкін. Қалай қателесу мүмкін? Әрбір дұғаны, әрбір сұрауды, мысалы махлуқтан, жаратылыстан бір нәрсе сұрауды ширк деп айту мүмкін. Бірақ ол олай емес. Қандай жағдайда дұға ширк болады? Қандай жағдайда дұға ширк болады? Яғни Аллахтан басқа біреуге арнауға болмайды ондай дұғаның түрін. Жалпы айтқан кезде Аллахтан басқа біреудің күш қуаты жетпейтін нәрсені Аллахтан басқа біреуден сұрауды, бұл ширк дұғасы болады. Бұндай нәрсені Аллахтан басқа біреуден сұрау болмайды. Яғни жалпы қағида ретінде. Және де біздер соны ғалымдардың сөзінен оқып көрейік. Мысалы, Ханафи ғалымы Махмуд Шукри Аль-Алуси рахималлаху тағала өзінің Фатхул Маннан кітабының 291 бетінде айтады: "Лам яқул ахадун инна мутлақан нидаи ва талаби якуну ибадатан". Айтады, ғалымдардың еш біреуі әрбір шақыру, әрбір талап ету, әрбір сұрауды ғибадат болады деп айтпаған деп тұр. Ешбір ғалым өйтіп айтпаған деп тұр. Балил ма'лум бил бадахати أن دعاء العبادة هو النداء بما لا يقدر عليه إلا الله وطلب ذلك من حي أو ميت деп тұр. Қараңыз айтыр. Алайда ақылмен түсінікті нәрсе, яғни логически түсінікті, рациональды түсінікті нәрсе дейді. Ғибадат болатын дұға, яғни Аллахтан басқа біреуге арнауға болмайтын дұға деген не ол? Аллахтан басқа біреуден, ол тірі болсын, не өлі болсын, Аллахтан басқа ешкімнің күш құдіреті жетпейтін нәрсені сұрау деп тұр.
Бұл не? Жаңағыдай Махмуд Шукри Алюси Ханафи рахималлаху тағала қашан дұғаның қай түрі ширк болатынын бізге түсіндіріп беріп жатыр. Және қай түрі ғибадат болады, және ол ғибадатты Аллахтан басқа біреуге арнауға болмайтындығы туралы осылайша түсіндірген. Енді біздің замандас ғалымдардың бірі шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин рахималлаху тағала айтады: "Ад-дуау янқасиму иля қисмайн" деп тұр. Дұғаның екі түрі болады дейді. ما يقع عبادة وهذا صرفه لغير الله شرك وهو المقرون بالرهبة والرغبة والحب والتضرع وما لا يقع عبادة. Дұғаның екі түрі болады. Бірінші түрі ғибадат болатын дұға. Бұл не ол? Және де бұндай ғибадаттың түрін Аллахтан басқа біреуге арнауға болмайды. Ол ширк болады деп тұр. Ширк қосу болып есептеледі деп тұр. Ол қандай дұға дейді? Бұл дұға үміт ету, қорқу, жақсы көру, өзін төмен ұстау, кішіпейіл ұстау, бойсыну мен бірге байланған дұға дейді. Жүрек амалдарымен байланған дұға деп айтады. Бұл дұға не? Ширк болады екен. Уама ла яқау ибадатан. Екінші түрі ғибадат болмайтын дұға. Ғибадат болмайтын дұға, ол сұрау мағынасы. Фахаза яджузу ан юваджаха иля махлуқ. Бұндай нәрсені махлуқтан сұраса болады. Яғни кітапты беріп жібер, анан алып беріп жібер, анан алып кел деп айту, бұл да дұға деп айтылады араб тілінде. Және сұрау, бізде сұрау болып есептеледі. Бұл ширк болмайды, ол бола береді деп тұр шейх Усаймин рахималлаху тағала. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп айтқан: "Ман даакум фаажибуху". Басқа жерде "Ва иза даака фаажибху". Яғни егер де бір мұсылман сені валимаға, өзінің үйлену тойына шақыратын болса, онда жауап бер деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен. Шақыратын болса, сұрайтын болса, дұға жасайтын болса, тікелей аударатын болса. Сондықтан дұға әрдайым құлшылық бола бермейді. Және дұғаның әрбір дұғаны Аллахтан басқа біреуге арнау ширк бола бермейді. Сондықтан былай айту, қандай да бір дұғаны Аллахтан басқа біреуге арнасаң, ол ширк болады деп айту, ол дұрыс емес. Алайда қалай дұрысырақ болады? Дұғаның ғибадат түрі болады. Сол ғибадат түрін Аллахтан басқа біреуге арнау, бұл не? Бұл ширк болады деп айту дұрыс болады. Және де оның қағидасы, яғни жалпы қағидасы қандай екен? Аллахтан басқа біреуден тек қана Аллахтың күш құдіреті жететін нәрсені сұрау, жалпы қағидасы. Келесі мәселе, махлуқтан, яғни жаратылыстан бір нәрсе сұрау, дұға сұрау, көмек сұрау, пана тілеу деген нәрсе бар ғой. Сол қашан болады? Және де қандай түрлері болады? Бұның үш түрі болады. Біріншісі бұл ширкул акбар, үлкен ширк болады. Екіншісі ширкул асғар, кіші ширк болады. Және де үшіншісі ол рұқсат етілген түрі. Яғни қашанда біз бір махлуқтан, яғни адамнан, бір пендеден бір нәрсе сұрайтын болсақ, бұның үш түрі болады екен. Біреуі рұқсат етілген, біреуі үлкен ширк. Үлкен ширк дегеніміз ол адамды діннен шығаратын нәрсе, кешірілмейтін күнә, және де жәннатты харам қылатын күнәлардың бірі. Алла субхана тағала сақтасын баршамызды ол нәрседен. және де кіші ширк болады. Кіші ширк болуы мүмкін. Кіші ширк дегеніміз не ол? Үлкен күнәлардың, үлкен ұлы күнәлардың ең үлкені, бұл кіші ширк болып есептеледі екен. Және де сол туралы сөйлейтін болсақ, бұны, яғни қашан үлкен ширк болады? Үлкен ширк манағы біз айтып кеткен нәрсе болатын болса, қашанда адам Аллахтан, тек қана Аллахтың күш құдіреті жететін нәрсені біреуден сұраса, немесе өлген адамнан бір нәрсе сұраса. Сен өлген адам, тірі адамға қарағанша күш құдіреті азырақ. Сен ол өліп қалған. Тіпті күш құдіреті жоқ қазір, деп айтсақ болады. Ал өлген тірі адамның оған қарағанда күш құдіреті бар. Бір нәрсе жасай алады, көмектесе алады, 20 килограмм, 30 килограмм, 100 килограмм көтере алады, дұрыс па? Ана өлген адам, оның күш құдіреті тіпті жоқ. Сондықтан ол шариғатқа қайшы болғанмен қатар, тіпті ақылға қайшы нәрсе. Немесе біреуден сұраған кезде, біреуден, мысалы, пендеден сұраған кезде, оның рубубия сипаты бар деп сену. Немесе ол бір ғайби пайда алып келе алады, зиян келтіре алады деп сену. Немесе ол ғайыпты біледі деп сұрайтын болса, бұны түгелі ширкул акбар, үлкен ширктің түрі болады. Ал қашан кіші ширк болады? Біреуден бір нәрсе сұрайтын болсақ, қашанда біз біреуден оның күш құдіреті жететін нәрсені сұраймыз, пендеден, бірақ та жүрегімізді сол адаммен байлаймыз.
үмітімізді сол адаммен байлаймыз. Махаббатымызды, қорқынышымызды сол адаммен байлаймыз. Бұл кіші ширк болады. Неге? Себебі ол адамға арналмайтын нәрсені біз арнап қойып отырмыз. Жаңағындай үмітімізді, қорқынышымызды, жақсы көруімізді, және де тағы да солай. Екінші түрі, яғни қашан кіші ширк болады? Адам қашанда мынандай сөздерді айтса: астағиту биллахи ва бика. Мен Аллахтан және сенен пана тілеп жатырмын. Мен Аллахтан және сенен көмек сұрап жатырмын деп айтса, бұл не кіші ширк болады. Неге? Себебі бұл және деген сөз Аллах пен манағы пендені бір орынға қойып отыр. Бірдей дәрежеге қойып тұр. Ол жүрегінде бірдей дәреже деп санамаса да, бірақ оның сөзі бір дәрежеге қойып тұр. Сондықтан ол не? Кіші ширк болып есептеледі. Бұндай сөзден мұсылман адам алыс болу керек. Енді адамдардан қашан рұқсат етіледі? Сұрау, бір нәрсені көмек сұрау, пана тілеу, басқа нәрсені сұрау, талап ету 4 шартпен рұқсат етіледі. Бірінші шарт бұл пенде тірі болуы. Яғни екінші шарт бұл пенде сенің алдыңда болу, яғни сені естіп тұру керек. Ғалымдар алдында болу, қазір телефонмен немесе смс-мен сұраса бола береді. Яғни ол естейтін, сенің талабыңды көріп ести алатын жағдайда болу керек. Үшінші шарты ол күш қуаты осыған жету керек. Күш құдіреті осыған жету керек. Және төртінші шарты бұны біз себеп деп білу керекпіз. Яғни беруші Аллах, ал мынау тек қана себеп деп білу керекпіз. Осы 4 шартпен ғана біздер не істеу керекпіз? Басқа адамдардан жаңағындай сұрасақ болады. Сондықтан Абдурахман аль-Муаллими рахималлаху тағала өзінің Тахқиқул калам фил масаил ас-салас кітабының 4-ші томында, жаңа ол Мажмуул асар деген кітабының 4-ші томында 435-ші бетінде айтады: Ал-исти'анату вал-истиғосату вал-исти'аза ва нахуха мин ақсами талаб ин канат ма жарат бихи ал-адату ал-муштаракату байна саири ал-башар фал-аслу жауазуха хатта яриду шар'у бил-ман'i деп тұр. Сондықтан біреуден пана тілеу деп тұр Абдурахман аль-Муаллими, бұл үлкен ғалымдардың бірі. 387 немесе 86 жылға айтып отыр рахималлаху тағала. Шейх Альбани бұл кісіні захабиул аср деп айтты. Осы асырдың, осы уақыттың захаби дейді. Захаби деген үлкен ғалым болған, мұхаддис ғалым. Ол айтады: ал-истиана, біреуден көмек сұрау, пана сұрау, қиын жағдайда көмек сұрау, егерде әдетте адамдар бір-бірінен сұрайтын жағдайда болатын болса, онда негіз бұл нәрсе рұқсат етілген нәрсе. Тек қана бір шариғат болмайды деп айтпаса деп тұр. Шариғатта бір тыйым келмесе деп айтып тұр. Сондықтан адамнан манағы 4 шартпен сұрасақ, яғни талап етсек бір нәрсені болады екен. Енді осы 4 шартты ғалымдар қандай не нәрсеге сүйініп айтқан? Бұлар 2 негізге сүйініп айтқан, мана 4 нәрсені. Бірінші негіз, яғни немесе былай айтайық, біз айттық қой, бірінші шарты ол тіріден сұрау керекпіз деп айттық қой. Сол өліден сұрауға неге болмайды? Өлген адамнан, ол кім болсын? Жаңағыда әулие болсын, салихалы, сахаба болсын, пайғамбарлар болсын, неге олардан сұрау болмайды? Өлгеннен кейін неге сұрау болмайды? Бұл нәрсені ғалымдар 2 негізге құрастырған. Бірінші негіз бұл өліктер естімейді деген негіз. Және де екінші негіз бұл сахабалардың иджмаы, яғни сахабалардың бір ауыздан келіскен сөзі. Сондықтан бұл туралы біздер кішігірім жаңағындай аяттар, хадистер және ғалымдардың айтқан сөзін оқысақ жақсы болады. Айтады: бізде қандай негіз шариғатта? Ғайби білімді, ғайыпты тек қана Аллах біледі. О дүниеде не болып жатқанын, жаңағыда өліктердің не істейтінін, қалай нәрсеге күш жетеді, қандай құдіреті бар, не нәрсе жасай алады, жасалмайды деген нәрсе, ол ғайби нәрсе, дұрыс па? Ол нәрсені Аллахтан басқа ешкім білмейді. Сондықтан ол жерде біз ақылымызбен, тәжірибемізбен, немесе жаңағыда қияс аналогияларымызбен, немесе зерттеулермен біз оған жете алмаймыз. Ол бітті, ол қазір ғайби әлемде, барзақ әлемінде біз оны білмейміз не болып жатқанын. Сондықтан бұл барзақ әлемі туралы біз тек қана қай тараптан біле аламыз? Тауқиф тарапынан, яғни вахи, Аллах субханаху тағаланың түсіретін аят хадистеріне ғана біле аламыз.
Сондықтан Алла субханала тағала, біз ол туралы Құран мен хадистерден іздейміз, аяттар мен хадистерден іздейміз. Алла субханала тағала айтады: "Уама анта бимусмиин ман фил кубур" деп айтады. Алла субханала тағала Фатыр сүресінің 22-ші аятында айтады: "Ей Мұхаммад, сен қабірдегі адамдарды естірте алмайсың" деп тұр. Қабірдегі адамдарды естірте алмайсың деп тұр. Басқа аятта Алла субханала тағала айтады: "Фа иннака ла тусмиул маута ва ла тусмиу сумма дуа иза валлау мудбирин". Ей Мұхаммад, расында сен өліктерді естірте алмайсың, сондай-ақ бет бұрып кеткен саңырауларға да дұға естірте алмайсың деп тұр Алла субханала тағала. Яғни бұл аяттарды ғалымдар тәпсірлеген кезде, кейбір ғалымдар бұл аяттарды өліктер деп тұр ғой. Өліктер деген нәрсені кейбір ғалымдар кәдімгі ақиқи шынайы өлген адамдарды естірте алмайсың деп тәпсірлеген. Бірақ көпшілік ғалымдар нағыл деп айтқан, исламға ермеген, сенбеген адамдарды сен естірте алмайсың деп айтқан. Көпшілік ғалым осы айтқан. Бірақ бұның өзі, Алла субханала тағала ақиқаттан бет бұрған, иман келтірмеген, сенбеген адамдарды өлікпен теңестіргеннің өзі, жаңағындай ақиқаттан бет бұрғандар өліктер қалай ести алмаса, олар да ести алмайды деген мағынаны білдіреді. Түсінікті ма? Яғни мыналар неге естімейді, ақиқатты қабылдамайды? Сен өліктер де естімейді, ақиқатты қабылдамайды, дым жасай алмайды деген мағынаны шығарады. Сондықтан муфассирлардың имам Мұхаммад ибн Жарир ат-Табари рахимахуллаху тағала айтады, Аллах бұл аяттарды тәпсірлеген кезде айтады: Аллах есту қабілеттерін алып қойған өліктерге дым түсіндіре алмайтындай, сен бұл мүшриктерге де дым түсіндіре алмайсың деп тұр пайғамбар Мұхаммадқа. Себебі Аллах олардың құлақтарына хатым қойып, оларға оқылып жатқан уағыздарды түсінуден тосып қойған деп айтты Ибн Жарир ат-Табари рахимахуллаху тағала. Және де оның алдында Қатада ибн Диама Садуси деген табиғи рахимахуллаху тағала бұл аяттарды тәпсірлеген кезде нағыл деп айтады: бұны Аллах иман келтірмеген адамға мысал ретінде келтірген деп тұр. Яғни өлікті естірте алмайсың деген аятта. Себебі өлік дұғаны қалай естімесе, иман келтірмеген адам дәл солай сенің ақиқатыңды, сенің аяттарыңды естімейді деп тұр. Сондықтан бұл аятты жаңағындай бір адамдар қашады, жоқ, бұл аятты мағынасы сен жаңағындай иман келтірмеген адамдарды естірте алмайсың деп қашады. Осындай тәпсірлер бар ғой деп айтады. Біз айтамыз, осындай тәпсірлер бар. Бірақ ондай тәпсірдің болу себебі қандай? Сен иман келтіргенді неге естірте алмайсың? Себебі Алла субханала тағала иман келтірмегендерді өліктермен теңестіріп тұр. Сен өліктер де ести алмайды, бұлар да ести алмайды деп айтамыз. Және де оған жаңағы Қатада ибн Диама Садуси және Мұхаммад ибн Жарир ат-Табаридің сөздері дәлел болып есептеледі. Және де дәл сондай сөзді имам Аль-Куртуби өзінің тәпсірінде айтқан екен. Алла субханала тағала басқа аятта айтады: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير деп тұр. Бұл сіздің Раббыларың Аллах. Бүкіл иелік соған ғана тән деп тұр. Одан өзгелерден дұға қылып жүргендер бір құрма дәнегінің қабығына да ие бола алмайды деп тұр. Егер де оларға жалбарынсаң, олар дұғаларыңды естімейді, және де естісе, яғни естиді деп айтсақ та, олар жауап бере алмайды деп тұр. Және де бұл аятта анық өлген адамдардың естімейтіндігіне дәлел болып есептеледі. Ал біреу айтуы мүмкін, кейбір хадистерде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өліп қалған адамдармен сөйлесті ғой деп айтуы мүмкін. Мысалы, Ибн Умардың хадисінде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Бадр шайқасында қайтыс болған мүшриктердің жанында өлік денелерінің қасына келіп, нағылдап айтқан: Аллах сендерге уәде еткенді ақиқат болып шықты ма? Аллах сендерге уәде берген нәрсе ақиқат болып шықты ма деп сұрады. Содан соң бұлар мені қазір ғана естіп тұр деп айтты пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Бұл жерде қазір ғана деген сөзге көңіл аударуымыз керек. Сондықтан бұл нәрсені түсіндіре отыра Абдул-Хақ ибн Атия Аль-Мухариби 542 жылға қайтыс болған, өзінің яғни бұл сөзді имам Құртуби тәпсірінде келтірген 13-ші томда 232-ші бетінде сол айтады: бұл оқиға дейді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мұғжизасы болып есептеледі. Яғни бұл пайғамбардың ғана соған ғана тән нәрсе. Өлген адамға сөйлеп естірту. Ол мұғжизасы болып тұр дейді. Мұғжиза яғни әдетте адам кереметтерінен, яғни әдетте жай қарапайым адам жасай алмайтын нәрселер болып есептеледі. Себебі Аллах табарака ва тағала
бұл мүшриктерге пайғамбардың айтқан сөзін есту үшін сезімдерін қайтарды сол уақытта, сол мезетте. Пайғамбар қазір ғана естіп тұр деп тұр ғой. Егер де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге осыны айтпағанда, біздер бұл оқиғаны мүшриктерді ызалау үшін болды, немесе мүміндердің жүрегін қуандыру үшін болды деп түсінер едік деп тұр. Яғни пайғамбар Мұхаммед естіді деп айтпаған кезде, ол тек қана ызаландыру үшін жаңағындай айтты деп айтар едік. Себебі негіз не бізде? Өліктер естімейді. Өліктер естімейді, иә. Және де бұл тек қана жаңағындай кімдердің сөзі емес, жаңағындай басқа мазхаб ғалымдарының сөзі емес, бұл ханафи ғұламаларының сөзі. Ханафи ғұламалары бір ауыздан неге келіскен? Өліктер естімейді. Бүкіл ханафи ғалымдарында хилаф жоқ ол нәрседе. Өліктер естімейді дегендігі. Ижма. Сондықтан қараңыз, Ибн Абидин Аль-Ханафи рахималлаху тағала 1252 жылы қайтыс болған, айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы сөзді, жаңағы сөзді, тірілерге уағыз ретінде және де мүшриктердің мұң қайғылары көбейсін деп айтқан деп тұр. Сіне уәделерің шын деп таптыңдар ма деген сөзді, иә? Оған қоса бұл пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам жеке қабілеті және де мұғжизасы болып табылады деп тұр. Яғни әрбір адам айта бергенде ести бермейді деп тұр. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жеке қасиеті деп тұр. Сол ғана мезетте, иә? Имам Ибн Хумам Аль-Искандри рахималлаху тағала айтады, бұл кісі Ибн Хаммам Аль-Искандри рахималлаху тағала айтады, ханафи ғұламаларының көбісі деп тұр, өлік естімейді деген пікірде деп тұр. Себебі олардың кітаптарының ант бабында қалай келген? Егерде адам бір кісімен сөйлеспеймін деп ант ішсе, сосын манаға кісі өлгеннен кейін оған сөйлеп қойса, оның анты бұзылмайды деп тұр. Бір ауыздан бұзылмайды. Яғни сөйлеспеймін деп ант ет қойды, иә? Сосын ол кісі өліп қалса, соның қабіріне келіп сөйлеп қойса оған, ол не? Анты бұзылмайды. Неге? Себебі анау естімейді деп тұр, иә? Себебі сөзді түсінетін адаммен ғана байланысты деп тұр. Сөзді түсінетін, қабылдай алатын адаммен ғана байланысты деп тұр. Ал өлік естімейтін болған соң түсінігі жоқ болып есептеледі деп айтқан екен манағы не? Ибн Хумам Аль-Искандри, бұл кісі 861 жылы қайтыс болған. Және де ол қай кітапта айтты? Ол Фатхул Қадир кітабында айтқан екен. Ибн Хумам ол. Ибн Хумам Фатхул Қадир кітабында айтқан. Ал жаңа Ибн Абидин сөзі Роддул Мұхтар кітабының 3-ші томда 180-ші бетінде айтқан екен. Және де Махмуд Шукри Алюси Аль-Ханафи рахималлаху тағала 1270 жылы Рухул Маани атты тәфсірінде манағы осы Ибн Хумамның сөзіндей сөзді айтқан екен. Оған қоса ханафилердің ғалымдарының арасында Нуъман ибн Махмуд Аль-Алюси деген кісі бар, 1317 жылы қайтыс болған. Оның мынандай кітабы бар, өліктер естімейтіндігін баяндайтын ханафи ғұламалардың анық дәлелдері деген кітабы бар. Өліктер естімейтіндігін Аль-Аятул Байинат фи адами самаил амуат деген кітабы бар. Өліктер естімейтіндігін баяндайтын ханафи ғұламалардың анық дәлелдері деген кітабы бар. Сол кітапта ол нағыл деп айтады, бір үзіндісін оқиық, ол айтады, бір сабағының үстінде ханафи имамдарының фиқи және шарғи кітаптарында өліктер тірі адамдардың сөзін естімейді дегендерін айтып едім деп тұр. Және кімде-кім пәленшемен сөйлестім деп ант ішіп, пәленше өлген соң соған сөйлеп қойса, анты бұзылмайды деген ханафи ғұламаларының пәтуасы екендігін айтып едім дейді. Сол кезде дейді, өздерін білім иесі санайтын біреулер тұрып, бұл қате сөз, және де шариғатқа қайшы сөз, бұны Абу Ханифа, Малик, Шафии, Ахмадтың шәкірттері ұстанбаған деп айтқан еді дейді. Соған әрбір естілген дауысқа ере беретін надандар ілесіп кеткен еді деп тұр. Надандар ілесіп кетті. Осы себеппен дінге насихат, Құранда келген нәрсені баяндау, мұсылман бауырларымды үйрету мақсатында осы кітапты жаздым деп тұр. Мана кітабын жаздым деп тұр. Оның ішінде ханафи мазхабының ілім иелерінің сөзін және де басқа мазхабтардың ғұламаларының сөзін жинағанмын дейді. Осының бәрін білмеген кісі біліп алсын деп және де жаңағындай жахил, надан адам қатесін біліп алсын, анықтап алсын деп жаздым деп тұр. Және де сол кітапта жаңа Нуъман Алюси рахималлаху тағала нағыл деп айтқан Абу Ханифа мен оның екі шәкірті, яғни Абу Юсуф пен Мухаммад ибн Хасан, және де басқа да ханафи мазхаб ғұламаларының сөздеріне сүйенетін Ат-Тануир аль-Басайр деген кітабы, және де Ад-Дур аль-Мұхтар кітабы, және де Тахтауидің сөзі, және де Ибн Абидиннің сөзінің хашиясы, және Фатхул Қадир Ибн Хумамдікі, Аль-Хидая Мурғинани, Марокил Фалах, және Шархул Кунуз сияқты кітаптардан қандай сөздерді келтірген? Өлік жаны шыққан соң естімейтіні
туралы сөздерді келтірген осы. Және де оған жаңағы Айшаның хадисі дәлел болып есептеледі. Және де ол Айшаның сөзіне көптеген ғалымдар ілесті деп айтты. Және де Ханафи мазхабының ғұламалары бұл мәселенің үкімінде бірде бір келіспеушілік қылмаған деп тұр. Яғни Ханафи мазхабының ижмағын келтіріп тұр, өліктер естімейтіндігіне. Бұл жаңағындай Аль-Аятул Байинат кітабының 87-88 бетінде оқып алсаңыз болады. Және де басқа мазхаб ғалымдары, соның ішінде Шафи мазхабының мысалы имам Науауи, Ибн Хаджар Ал-Асқалани сияқты, Аль-Мунауи сияқты ғалымдар өліктер естімейтіндігін айтады. Малики мазхабының Аль-Мазири, және де Аль-Баджи және Қади Ияд сияқты алғыр ғалымдары да оны айтқан. Хамбали мазхабында Ас-Сафарини және Ибн Роджаб және де Абу Я'ла және де Ибн Таймия, Ибн Қойим басқа ғалымдар да осы нәрсені ұстанатын болған. Сондықтан осы бірінші негіз қандай? Өлік естімейді, өлік есту қабілеті жоқ. Сондықтан біздер өліктен сұрауға болмайды деп айтамыз. Өлген адамнан сұрауға болмайды. Ол пайғамбар болсын, салиха болсын, және де басқа қандай да әулие болсын, естімейді, сондықтан олардан сұрауға болмайды деп айтамыз. Бірінші шарт осы негізге құрастырылған. Ал екінші шарт, неге адам хадір болу керек? Неге адам бізбен бірге бізді есту керек, біздің сұрап жатқан нәрсемізді білу керек? Неге? Ол манағы нәрсеге құралады, бірінші негізге құралады, бірінші шартқа құралады. Неге адам тірі болу керек деген шартты қойдық? Себебі тірі адам сөзді қабылдай алады, мағлұматты қабылдай алады, жасаған жауап бере алады. Болғандықтан осы тірі адам сенің алдында болу керек деген шартты қояды ғалымдар. Түсінікті ме? Үшінші шарт, жаңада құдіреті жету керек, күш қуаты жету керек деген шарт. Оны мана біз басқа ғалымдардың сөздерінен оқыған едік, ол жаңағы негіз ретінде. Соның ішінде Махмуд Шукри Алюси Ханафи ғалымның сөзін оқыдық. Және де төртінші шарт, ол не? Ол адамның себеп екендігін білу, ол да айдан анық нәрсе. Осылайша не біздер бұл бірінші негіз, және де екінші негіз ол не? Сахабалардан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болғаннан кейін, немесе Абу Бакр радиаллаху анху қайтыс болғаннан кейін, немесе Умар радиаллаху анху қайтыс болғаннан кейін, немесе Усман, Али, басқа да сахабалардың ішіндегі әулие адамдар қайтыс болған кезде олар қабірлеріне барып сұрады деген келмеген. Және де бұл ешбіреуінен, бірде бір сахабадан келмеген. Сондықтан ол сахабалардың ижмаы. Сондықтан біздер манағы шарттарды осы екі негізге құрастырып қойған едік. Баракаллаху фикум. Енді сабақтың соңында Ханафи ғалымдарының Ханафи мазхабы ғой бізде енді. Ханафи ғалымдарының дұғаны Аллахтан басқа біреуге арнауға болмайтындығы туралы кейбір сөздерін оқып жүрейік. Соның ішінде Аль-Баркауи Аль-Ханафи деген кісі 941 жылғы қайтыс болған, рахимахуллаху таала. Ол кісі өзінің Зияратул Қубур деген кітабында айтады: "Қалаба хаулаил амр ва акасуд-дин" деп тұр. Кейбір надан адамдар бүкіл бар нәрсені өзгертіп жіберді дейді. Дінді басына тұрғызды, яғни аяғымен жоғары, басымен былай керісінше қылып қойды дейді. "Ва жа'алул мақсуда би зиярати аш-ширка бил мейит" деп тұр. Яғни қабірге зиярат қылудың негізгі мақсатын не қылып қойды? Ширк қылып қойды. Жаңағы өлікке келіп ширк жасау, Аллахтан басқа біреуді, өлікті Аллахпен бірге серік алу деген мақсатты өздеріне ең басты мақсат қылып алды дейді. Және де қандай мақсат? Ең басты мақсат, яғни қабірлер зиярат қылған кезде ең басты мақсатты жанаған адамдар не қылып алды дейді? Олардан дұға сұрау. Яғни дуааху ва суалахул хауаиж, қажеттерін сұрау дейді. Ва стинзалал баракат минху, одан береке тілеу дейді. Ва наху залика дейді. Фасару мусиина иля анфусихим ва иля аль-майит. Сондықтан бұлар өз-өздеріне зұлымдық жасап қойды, және де не өлікке де зұлымдық жасап қойды деп тұр. Бұл Ханафи ғалымдары. Басқа Ханафи ғалым айтады, Аль-Қатани Аль-Ханафи рахималлаху таала 986 жылғы қайтыс болған кісі. Ол Маджмау Бихар аль-Ануар кітабында екінші том 244 бетте айтады: "Фа инна минхум ман қасада би зиярати қубурил анбияи ва сулаха ан юсалли инда қубурихим ويدعو عندها ويسألهم الحوائج وهذا لا يجوز لأن ذلك من العبادة فإن العبادة وطلب الحوائج والاستعانة حق لله وحده" деп тұр. Қараңыз, бұл надандар
пайғамбарлардың, салихалы адамдардың қабірлерін зиярат қылған кезде олардың мақсатын қандай қылып қойды? Сол қабірлердің қасында намаз оқу, сол қабірлердің қасында дұға қылу, және де сол өліктердің қажеттіліктерін сұрау, сондай мақсатпен келетін болып қалды деп тұр. Уахаза ла яджуз, бұл шариғатта тыйым салынған нәрсе. Бұл ханафи ғалымы, Ибн Таймияның сөзі емес, немесе Мухаммад Абдул Вахабтың сөзі емес, ханафи ғалымның сөзі. Бұл болмайды дейді. Лианна залика минал ибада, себебі бұндай нәрсені түгелі дұғаны сұрау бұл ғибадат деп тұр. Фа иннал ибадата ва талабал хаваи, ал ғибадат және қажеттіліктерді сұрау және де истиана пана тілеу хаққун лиллахи вахдаху, тек қана Аллахтың ақысы деп тұр. Тек қана Аллахтың ақысы деп тұр. Басқа ханафи ғалымы Ад-Дахлауи рахимахуллаху тааля, ол кісі 1176 жылы қайтыс болған. Ол айтады, жаңағындай қабірдегі болатын ширкті түсіндіре отыра, және де Аллахтан басқа біреуден сұрауды түсіндіре отыра, анау деп айтады. Фа аммал ишрак биллахи истианатун фахаддуху ан ятлуба حاجة عالم بأن فيه قدرة إنجاحها من صرف الإرادة النافذة كالشفاء من المرض والإحياء والإماتة والرزق وخلق الولد وغيرها مما يتضمنه أسماء الله تعالى والإشراك بالله تعالى دعاء فحده أن يذكر غير الله عالما بأن فعله ذلك نافع في معاده أو قربه إلى الله تعالى كما يذكر شيوخه إذا أصبحوا деп тұр. Қараңыз, деп айтады, дұғаның нағыз мағынасы, тек бұның анықтамасы не? Қажеттілігін Аллахтан сұрау дейді. Және де не дейді? Соны Алла субханала тағаланың бұл қажеттіліктерді өтеуге құдіреті күші жетеді деп сеніп сұрау деп тұр. Және де қандай қажеттіліктер? Мысалы, аурудан емдеу, немесе жаңағындай ризық беру, немесе жаңағындай бала беру дейді. Себебі не? Себебі бұның түгелі Аллахтың есім сипаттары қамтитын нәрсе дейді. Аллахтың есім сипаттары қамтитын нәрсе. Ал Аллахқа серік қосу дұғада дейді, сол нәрсені Аллахтан басқа біреуге арнау деп тұр. Аллахтан басқа біреуді зікір қылып, сол Аллахтан басқа біреуді зікір қылып, ол нәрсе оған қиямет күні пайда береді деп ойлау, және де Аллахқа жақындатады деп ойлау дейді. Және де бұның түгелін кейбір шейхтар, кейбір өзінің ғалымдар, ұстаз санайтындар осылай жасайды деп ханафи ғалымы Ад-Дахлауи айтады екен. Ол Ат-Тафхимат Ал-Илахия кітабының 2-ші томда 63-ші бетінде айтады екен. Басқа ханафи ғалымы Албани Батти Ал-Ханафи рахимахуллаху тааля 1225 жылға айтыс болған, айтады: "Ла яджузу ибадату гайриллахи ва ла исти'анату мин гайрихи та'ала, лианна залика мин хаққиллахи вахдаху, кама қала субханаху би сигатил хаср, ияка на'буду ва ияка наста'ин, фала яджузу нидау лил аулия, лианнаху мин ал-ибада вал ибадату ли гайриллахи ширкун" деп тұр. Қараңыз, ол айтады: Аллахтан басқа біреуге құлшылық жасауға болмайды. Аллахтан басқа біреуден пана, көмек сұрауға болмайды. Себебі ол тек қана Аллахтың ақысы деп тұр. Алла субханала тағала хасыр шектеу әдісімен бізге айтқандай дейді: "Ияка на'буду ва ияка настаин". Оны алдыңғы сабақтарда айттық. Саған ғана құлшылық қыламыз, сенен басқа ешкімге құлшылық қылмаймыз. Ияка настаин, және сенен ғана пана тілейміз, және сенен басқа ешкімнен пана тілемейміз деген сөз. Фала яджузу нидау лил аулия. Сондықтан аулиелерден сұрауға болмайды деп тұр ханафи ғалымы. Лианнаху минал ибада, себебі бұл нәрсе ғибадат дейді. Вал ибадату ли гайриллахи ширк. Ал Аллахтан басқа біреуге құлшылықты арнау бұл ширк деп тұр. Және де соңғы сөз бұл не? Ал-Алуси муфти al-Ханафия би Бағдад. Яғни жаңағыда Алуси деген ол Бағдад қаласының ханафилерінің муфти болған кісі, рахимахуллаху тааля, 1270 жылға айтыс болған. Ол айтады: "Иннан наса қад аксару мин дуаи гайриллахи та'ала мин ал-аулия ал-ахья минхум вал-амвати ва гайрихим, мислу я саййиди фулан агифни, ва лайса залика мин ат-тавассул al-мубахи фи шай'и". Адамдардың көбісі Аллахтан басқа біреуден дұғаны көп жасайтын болып кеткен. Әулиелерге дұға жасауды көбейткен дейді. Бұл тірі әулиелер болсын, немесе дүниеден өткен әулиелер болсын. Қалай айтады? "Ей сайиди, ей пәленше қожайын, ей пәленше адам, ағифни, маған көмек бер" деп дұға қылады екен дейді. Және де бұл тавассулдың рұқсат етілген түрінен емес деп тұр. Себебі бізде тавассулдың рұқсат етілген түрлері бар. Мысалы, тавассул деген не? Пенде Аллах пен өзінің арасында бір орта қойып, сол орта арқылы сұрау.
және де рұқсат етілген нәрселер ол не? Ізгі амалды қою. Мысалы, Аллах, мен пәленше күні мынандай жақсы амал жасап едім, сол амалым себебінен маған мынандай нәрсе бере көр деп сұрау. Оған дәлелдер өзі бар. Және немесе Аллахтың есім сипаттарын ортаға қою. Аллах, сен қандай мейірімдісің, маған мейірімдігін түсір. Аллах, сен қандай жомартсың, маған ризықты көбейт. Аллах, сен раззақсың, маған ризығыңды көбейт деп айту. Бұл да тавассулдың шариғатта рұқсат етілген түрі. Және үшінші рұқсат етілген түрі салихалы адам. Шынымен салихалы адамды білсек, тірі болса, содан бізге дұға қыл деп айтса, ол да тавассулдың бір түрі шариғатта рұқсат етілген. Бұл айтады, ал өліктерден сұрау, әулиелерден сұрау, дұға қылу, бұл не? Дұға қылу дейді, тірі болсын, өлік болсын, бұл не? Рұқсат етілген тавассулдан емес деп тұр жаңағы Алуси рахималлаху тағала. Уаллайқу бихалил муъмин адаму ат-тафаухи бидалика. Момынның халіне, жағдайына лайықты нәрсе бұл сөзді аузынан шығармау тіпті. Я сайиди ағисни, пәленше көмектес маған, медет деп айтпаңдар деп тұр. Ва ан ла яхума хаула хумаху ва қад аддаху унасу минал уламаи ширкан. Және де хадисте айтады ғой, харам мен халалдің ортасында бір күмәнді нәрселер бар. Сол күмәнді нәрселерді пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Нұғман бин Баширдің хадисінде не нәрсеге теңестірген? Бір адамның жаңағындай иелік ететін жерінің қасындағы жерге теңестірген. Сен о жерде неңді баға берсен, қойларыңды баға берсен, олар ана адамның ақысын жеп қою мүмкін дейді. Сондықтан пайғамбар жақындамаңыз деп айтқан. Бұл айтады, сондықтан момын адам осындай жер жаңағындай қалай айтады, рисковать етпеу керек деп айтады. Осындай жерде дейді. Себебі көп ғалымдар оны ширк деп айтаған деп айтып тұр. Сен дініңді және қатерлікке ұшыратпа деп тұр. Және де ширк болмаған жағдайдың өзінде ол өте ширкке жақын нәрсе деп тұр. Ширк болмайды дейтіндерін деп айтатындар, ол ширкке өте жақын нәрсе деп тұр. Кім? Алуси. Вала ара ахада мимма яқулу залика илля ва хуа я'тақиду анна ал-мад'уа ал-хаййул ғайб أو الميت المغيب يعلم الغيب ويسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى وإلا لما دعاه ولا فتح فاه. Олар сөйтіп айтса да, жаңағыдай ширк болмайды, анау мынау деп айтса да, олардың көбісінің сенімі қандай дейді да? Манағы тірі, бірақ сені естімей тұрған адам, шейх, вали, әулия сенің қасында жоқ, тірі бірақ. Немесе өлі вали болатын болса, бұлар сол адам турасындағы сенім қандай дейді? Бұл ғайыпты біледі деген сенімде дейді. Көбінесе сондай дейді сенімдері. Ширк жасап жатқан жоқпыз десе де, бірақ сенімдері осындай деп тұр. Менің дұғамды естиді деген сенімде дейді. Және де маған пайда, зиян беруге күш құдіреті жетеді деген сенімде дейді. Егер де ондай сенім болмаған кезде дұға қылмас еді деп тұр. Оны ауызбен айтпаса да, ол сенімін ауызбен айтпаса да, бұндай дұға қылып атқаны осы сенімге дәлел деп тұр Алуси. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم فالحزم والتجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد деп тұр. Сондықтан адам бұндай нәрселерден пәк алыс болу керек. Аллахтан басқа біреуден сұрамау керек. Сұраса тек қана күш құдірет иесі, бүкіл нәрсеге күші жететін, қалған нәрсесін жасайтын, ешкімге мұқтаж емес, Алла субханала тағаладан ғана сұрасын деп айтады. Бұл өзінің Алуси өзінің тафсирінде, Рухул Маани деген тафсирінің 6-шы томда 128-ші бетінде айтады екен. Осылайша бүгінге болды. Аллаху а'лам, саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.